сөйтіп отырғанда кезек маған келді. Бірінші рет өмірімде мысық қарайтын врачқа кірдім ғой. Таңғалғанымды айтайын. Кіріп келіп едім, анандай врачты өмірімде бірінші рет көрдім. Ой, кто нам пришел? Кто нам пришел? Какие глазки, ушки какие, такой сладкий. Заболели, да, заболели, да, заболели. Как зовут, как зовут, как зовут? Айт, Тұрсынбек. Танып тұрған шығар деп ойлап тұрмын ғой, қайдан білейін? Танып айтып жатыр ма деп жаңағы. Сөйтсем, Тұрсынбек, Тұрсынбек деп мысыққа қарай кетіп барады. Мен айтамын, я Тұрсынбек. Ол Барби ол. Сөйтіп жатқанда жаңа аптекаға барып келдік, бір дәрі жазып берді. Бірінші рет врачтың жазуын түсіндім ғой. Ана мысық ит қарайтындардың жазулары түсінікті болады екен. Сосын аптекаға бардым да беріп едім. Қарады да дәрілерді сұрады. Түк бере салды. Таңғалып қалдым бар ғой. Біздің аптекаларда деймін да. Білмеймін, мен басында солай ма, сіздерде бола ма? Қолына қағаз берсеңші, не түсінбейсің ғой, не жазып берген, бересің. Өздері түсінеді бір-бірін. Так, парацеталин. Так, парацеталин нету, почти такой же есть марацеталин, да. Там марацеталин. Так, цитратин нету, цитратин. Ну, почти такой же есть, муркратин есть, да, вот. А точно сондай ма? Почти такой же, да, нет разницы, да. Так, сикаритин нету, есть микаритин дейді. Сосын көшеден біреу сұрайды, жазылдың ба десе, почти жазылдым деп жүре бересің де жаңағы. Өйткені почти сондай дәрімен емделгеннен кейін почти жазылдым деп жүресің. Сіздердің де бастан сондай болады. Жалғыз мен де ме десем. Сөйтіп ана мысықты не керек? Үйге алып келдік. Ана мысық деген анау мынау мысық емес екен құрсын. Кәдімгі бар, анау мынау тамақ жемейді. Өзінің тамағын ғана жейді. Анандай бізде анандай. Біздің мысықтар күшті ғой дейді. Столдың астында жүрді, бірдеңе түсіп кетсе екен деп жаңа. Анау вообще дастарханға жақындамайды бар ғой. Вообще біздің мысықтар күшті ғой, соғым бірдеңе сойсаң без, анау мынау лақтырсаң бітті ғой, сонымен той ғой оларға. Анау вообще алдына бір жуынды, нан қалып қойған столдың үстінде вообще өзінің тамағы, өзінің сүті. Мөлдірге айтамын ғой, мына мысық саған қарағанда жақсы деймін да. Сен столдың үстіне не қалса бәрін жеп қоясың ғой деймін да жаңа. Сен әйелдер сондай ғой, первый қалса первый жеп қояды, анан қалса анан жеп қояды, қалған бауырсақ, банан, сосын жүреді ғой, диета ұстау керек еді деп жаңағыдай. Мысық еще паспорты бар кәдімгі бар ғой. Еще кәдімгі аталары қандай болған, жеті атасына дейін жазылып тұр. Қызыма айттым, құрысымнан біз өлтіріп алармыз бір күні. Мынау анандай мысық емес, өз күнін өзі көріп жүретін біздікіндей. Мынау что-то необычный. Өлтіріп алып ертең мысық жерлейтін жер іздеп жүрерміз. Ана Светланаға қайтарып берейік өзіне құрсын, тегін алып кетсін деп жаңа. Звондасам, қызын қайтарып беріп жатқандай жаны шығып кетті ғой. Вы что? Мама только от вы. Деп ана шешесі жүрегі ауырады дейді, құрсын мысықта да жүрек бар ма деп қалдым мен. Сосын ладно дедім да, объявлениеға жазып жіберейін деп. Сөйтсем, отдам хорошие руки деген объявление толып тұр екен. Мен сияқты бір қазақтар ма деп ойладым, алып сата алмай жүрген. Сөйтіп жазып жіберді, фотосын салып жібердім, түрі әдемі бүйтіп қалған. 2 күннен кейін кәдімгідей бір әйел кішкентай баласымен келіп тұр. Мы вот вы, да, продаете? Не продаем, мы просто хотели отдать. А, деп мысықты көрді де баласы ғашық болып қалды. О, осыны алам деп. Мен айттым, подождите дедім.